Қымбатты достар, айта кетер жаңалық, Қазақстан Квен одағының маусымда аяқтау ойындары жүріп жатыр. 25 қараша күні Астана қаласында өткен республикалық жоғарғы лига ойындары өз мәресіне жетті. Чемпион анықталды. Жоғарғы лиганың чемпиондары Түркістан қаласынан қатысқан. Жарайсыңдар жігіттер, Квен командасы екенін естеріңізге салып өтейін. Жалпы қазақша Квен ойындары туралы мәліметтерді білгілеріңіз келсе, онда Қазақстан Квен одағының өзінің сайтына кіріңіздер, kaskven.kz. Ортада сәлемдесуді аяқтайтын Шымқала. Hayırlı geç hanımlar мен mırzalar. Бүгінгі ақтық мәре құтты болсын. Қыз дайын болса, біз дайын. Олай болса, жігіттер, кеттік! Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, алландай біздің жігіттер, жігіттері аруан екен, талып қорған жігіттері тарлан екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атырауды жігіттері арман екен. Жігіттер, 3 ай бойы Алматыға келер арында армандаған ісім істемейміз ба? Мен біліп тұрым. Сен секс по телефону звондағың кеп тұр ғой. Бер, мама, звонда. Тут. Жаным. Қарындас, кешіріңіз, бұл секс по телефону ма? Жаным. Мен сенің құлағыңнан тістеп, асықпай төмендеп, мұрныңнан тістеп, жай төмендеп, жұп-жұмсақ ерніңнен шөлп еткіздіріп, мен... Қарындас, кешіріңіз, не ғой, бізде единица азыр, бірден кіндіктен басасаңызшы! Ресейде реалити-шоу «Дом 2». Ал біздің Қазақстанда реалити-шоу «Дарабоз». Сонымен Алматы қаласының 2 гламурный қызы осы бағдарламада. Құрметті қыздар, Дарабоз реалити-шоуына қош келдіңіздер. Біздің бірінші тур ол сиыр сау. Сауыңыздар, уақыт кетті. Что? Блин, нам вообще қайын сауамыз біз қазір, а? А может бит сауатын шығарып? Может бит сауамыз бүйтіп. Мынау не? Қыздар, подсказка, бұны қазақта мүйіз дейді. Мүйіз. Нұркеша. Не? Мынада 4-еу ғой. Ужас! Түсіндім. Он специально қоқоңға екеу саған, екеу маған. Ой, блин, Дакеша. Как-то бит сауға ыңғайсыз, давай төңкеріп қояқ, төбеге қарай сауайықшы ғой. Давай битеміз вот так сагнем да бүкейміз да и жанына қарай сауайық. Ергеш пе? Ергел. Ергел дедім ұзан. Шашамай? Шашамай? Тоқта, шашамай? Жалма, атасылыш. Давай, кеттік бер, егіш. Абайла. Сіздер қазір ғана актив V-Club жарнамасын Айнабұлақта түсірген көрдіңіздер.
Сонымен біз гламурный тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді Алматының екі гламурный жігіті разборкада. Блин, нөмірі кешіге береді, блин, чё за, блин. Вообще мен қаным қарай батыр бар ғой, темекі бар ма, берші ма? Ма, темекі, ма. О, вот, женский, рахмет. Нұркеша, қаз кесеше беттер тырнап, саш, ма. Вообще өлтіре мен олар келетін болса. Нұркеша, артыңда келді, абайла. Сендер вообще немене кешіге бересіңдер, сендер свиданияға келдіңдер ма, не? Берде конкретно қырылыс болады. Ай, ты ударенче легче стало, да? Ты ударенче легче стало, да? Эй! Испугался, что с кем не бывает. Тірлікті бастамас бұрын салам алейкум. Чё, с двумя западло, что ли? И вообще, білесіңдер ма? Біз сендерге конкретно сындырамыз. Ай, кто это придумал? И вообще, сендер білесіңдер ба, кімсіңдер? Сендер жоңғарсыңдар, бұғасыңдар сендер. Бүйкейсіңдар. Бүйки. Кім? Быки. А если серьезно? Быки. Да не болды! Красавчик. Ай, да Кеша, мейкап істеп берші, грим істеп берші. Ай, синяк көріп тұрған жоқ па? Тоқа, тушын ағып кетті жында. И сендер вообще бар. Ай, бетте нұрма. Ұрдым деп есептесін ше, не? И вообще, сендер білесіңдер ма, кім нәзік жандыларға қол көтеретін болса, сол өте әлсіз. Ай, сен әлсіз, слабыйсың сен. Ай, ты очень слабый. Ай, все, признаю, ты сильный. Не прелюбодействуй, я тебя подозреваю. Все, бітті, базар окончен. И вообще, сен шу гәпінге отвечать қыласың, ма, мен бұл гәпінге не только отвечать қыламын, мен бұл гәпінді компьютерда печать қыламын да, принтерда распечатка қыламын, түсінді ма? Түсіндіңдер ма? Жоқ, менде. Тынаш. Аяғым үйіп кетті, сәл бет тұраш, жалғастыра бер. Не болды, Эй, красавчик, сен сәл былай тұршы, сен мен ойын бөліп атсың сен. Давай отырып сөйлесекші. Отырайық. сенікі бар ғой? Сенікі бар ғой? Вообще дұрыс емес, понял? Ты меня на понял, не бери понял. Я за это понял 2 года отсидел, нифига не понял. Ты меня понял? А так? А так, Спартак. Не болды? Бесте бір болды, бір бәле болса, звондап айтамаша, қадым қаратпаш, мен бетті тыратсай мегізе. Нұркеша, мен де бір бәле айтайын. Айтшы. Жастық, деңдер. Жастық. Папаң бастық. Тонаш, районда разбираться етеміз. Есен, тартал. Алло, Нұраға, ассалаумағалейкум, біз жеттік Алматыға. Қазір залда тұрмыз, сәлемдесуді ойнап біттік. Біз өте қуаныштымыз. Қуаныш құтты болсын. Рахмет, Нұрсұлтан аға. Нұрсұлтан аға, сіз айтып едіңіз ғой, біздің командадан Нұркен міндетті түрде ойнасын деген едіңіз. Нұркен қазір қасымызда. Нұркен біздің мақтанышымыз. Тағы кімнің мақтанышы деп ойлайсыз? Шымкенттің, облыстың, республиканың мемлекет мықты. Бұл енді бұл вообще енді. Нұрсұлтан аға, сізге бір сұрақ қояйыншы. Бүгін финалда Шымқаланың жастары чемпион болса, мемлекетке қандай өзгеріс болады? Мемлекет мықты болады, қорғанысы мықты болады. Сондықтан болашаққа жол ашады. Әділ қазы мүшелері, құлақтарыңызға алтын сырға. Нұрсұлтан аға, енді соңғы бір өтінішіміз. Қазақта сөз бар, үлкен тұрып, кіші сөйлегеннен без деген. Сондықтан да бүгінгі сәлемдесудің соңында тілекті біз емес, сіз айтыңызшы. Еліміз аман, лайым, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет! Сәлемдесу аяқталды, енді ортаға екінші сайысқа барлық команданы сіздердің қошеметтеріңізбен шақырамыз. Еркетай, өнер қырандары, Шымқала, Жар және Тарас. Сонымен сәлемдесу бойынша ұпай сандарына кезек берсек, Тәуекел түбі жел қайық, 5 балл, жоғары балл, Шымқала.
Сау бол Беспай. Еркетай Ақтөбе. 5, 4, 5, 5 және 5. Жар Қарағанды. 4, 4, 4, 4 және 4. Өнер қырандары Алматы. Сау бол Беспай. Көңілді жігіттер Тарас. 4, 5, 5, 4 және 4. Жамбату бірінші Еркетай, Екәзіл. Қымбатты қаздар алқасы, сізге ұнамаған команданың саны, мына командалар көрсетіп тұр ғой, сол бойынша көтересіз. Келістік қой. Қазыбекке арнайы түсіндіріп өтейін. Мына жерде алдыңызда 5 команданың саны көрсетіпсіз. Еркетай бірінші, екінші, үшінші, 5 нөмір. Нөмірлеріңізді көрсетіңіздер, командалар. Осының ішінен қазір екі әзілден оқиды. Қай команда сіздің көңіліңізден шықпайды, сол команданы көтересіз. Ұнамаған команда. Одан кейін ары қарай Қазыбекке жақсы түсіндіріп, қалғандары түсінген болу керек. Еркетай Екәзіл. Барак Обама президент болған естіген Амантай Қажы Африкаға загар алуға кетті. Құрметті жігіттер, сіздер біздерден шаш кептіретін фенді алдыңдар. Қаш шылатын шипалқын алдыңдар. Құлаққа сырға тағуды алдыңдар. Бетке жағатын кремді де алдыңдар. Құдай үшін бала тууды үйреніп алыңдаршы, біздер бильярдқа барайық. Өнер қырандары. Өмірдің ащы тұщысын білмейтін бір ағамыз бешбармаққа варенье қосып жепті. Екінші. Кеше Жаркентте алтын адам табылып, мойында 2 кредиті болғаннан кейін қайттан жауып тастапты оны. Тыңдала. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Мына сахнада тұрған 5 команданың капитандарын танымайтын боларсыздар. Таныстыра өтейін. Біз 5 саусақпыз, яғни жұмылсақ жұдырық боламыз. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, негірдің саусағы. Екінші. Айбетпейсіздер, жоқ бұл. Екінші, бұл бірінші азы, екінші. Барлықтарыңызға белгілі, Әділқазылар алқасында Ескендір Серкебаев ағамыз кемеді. Кризистің салдарынан Ескендір Серкебаев ағамыз миллион кімге бұйырады бағдарламасы тойда ойнап жүр екен. Жақсы, жар. Кино анонстан бастаймыз. Ол қыз тек қана нанға майонез жағып жеген. Ол қыз тек қана айранға жұмыртқа қосып жеген. Көріңіздер, ол қыз міне отыр. Екінші. Өтпеді. Қала жаңалықтары. Күндіз нанның бағасы 50 теңге. Түнде нанның бағасы 55 теңге. Не? Түнде жеген нан не тәттірек бола ма не? Жақсы, жар. Тарас, көңіл жүктер. Салам алейкум. Жаңалықтар, біздің командамыздағы 100 килограммдық Олжас интернетте танысу сайтына кірем деп мониторға сыймай қапты. Екінші. Асау жүрек фильм барлықтарыңыз білесіздер, Юсуп Мейроғлыш анау. Қазақстандық киномоторовтар жаңа кино шығарыпты. Асау тоқшек, асау бүйрек, тұталарға асау жамбас. Жақсы, сонымен қай команда сіздердің көңілдеріңізден шықпады? Ұпай, реттілік нөмір бойынша көтересіздер. Жар. Тағы Екәзілден ортада Еркетай. Голливуд жұлдызы Дженнифер Лопестің $1 миллион жаңа джинсіне сыймай қалыпты. Кеше бір молда мұсылман шұжығының ішінен шошқаның етін тауып алыпты. Шу көтеріп, айқай шығарып, шұжық шығарған жерге барып тексертсе, сөйтсе ол шошқа сүндетке отырыпты. Өнер қырандары.
Қырғызстанда Акаев кетті, Россияда Путин кетті, ақшта Буш кетті, Қазақстанда жігіттерден еркін кетті. Бірақ молодец, тез көтеріліп кетті. Екінші. Жаңа жылдан кейін пенсионерлердің пенсиясы 2 есе арта түседі деген естіген студенттер қашан қартаяды екенбіз деп армандап жүр дейді. Жақсы. Шымғала. Тағы да қайырлы кеш, үш қоңырдан түсіп, итшілеп сайрапқа келген шымкенттіктер. Қырғызстандықтар Моймерге алғысын айтып жатыр екен, Асқар Ақаев табылды. Екінші. Ал енді жарнама. Билайн, Токи-Ток, Нео, Абыр-Дабыр, Патыр-Пұтыр. Тарас. Рахмет. Жігіттер квартеті. Әңгімесі ауылдың, жеңешемнің мінезі. Онша емес, бір түрлі, ұрыс қақпа, бір бәле. Екінші. Кеше суға жүзу жарысында Австралия спортшымыз жарты жолда батып кетті. Сарапшылардың қорытындысы бойынша оның плавкиіне қазақ тас салып жіберіпті. Жақсы. Сонда қай команда? Қазбек, бері қарап көрсет. Көтер біреуін. Бұлай, онда үшінші команда Шымғаламен өнер демала тұрады, Еркетай мен Тараз бір-бір әзілден. Құрмет қазақ алқасы, Еркетай мен Таразды ғана бағалаймыз. Сонымен Еркетай бір әзіл. Алматыға келіп жігіттермен таныстым. Бір жігіт Семейдікі болып шықты, бір жігіт Тараздікі, бір жігіт Қарағандыныкі болып шықты. Қайран Алматы, апшаг болып кепсің ғой. Тарас. Қазақстан эстрадасының жұлдызы Беркут. Басқа жігіттер сияқты қыздың көзіне шөп самайды екен, көзін шоқ ұстайды екен дейді. Қайсысы? Еркетай. Үшінші айналым, үш әзілден. Өнер қырандары. Эстрада әншілерге плюспен айтуға болмайды дегеннен кейін эстрада әншілер өздерін минустарын таба алмай жүр дейді. Екінші. Эстрада жұлдызы Беркут КВН командасы өнер қырандардың туысқан екен. Өйткені қыран мен бүркіт ағайынды ғой. Үшінші. Бүкіл әлем жаулаған кризис КВН-нің Әділқазы мүшесіне де тиген сияқты. Бүгін ортамызда Ескендір ағамыз көрінбейді. Шымғала. Әбірден сіздердің қазір тамашылағандарыңыз Никарагуадағы қайғылы жаңалық. Үшінші. Кризистің салды болмады ма? Кризистің салдарынан шымкенттік кемпірлер алматылық кемпірлердің пенсиясын көп ұстап қуадыр екен. Тарас. Мен өтпейтін сияқты мен. Оқи береген. Кеше бір қой өзінің қорасына келіп, қарап тұрып, мына жер мал қырып кетті ғой депті. Екінші. Барлықтарыңыз белгілі намазды ода бағдарламасын білесіздер. Қазір кішкентай балалар ойнап отыр, білесіздер, е? 4 жасында баласы бүйтіп қалған. Бұқада кішкентай. Тараздың 5-6 жігіті қатысып, нәтижесінде бұқаның соткысын, кроссовкасын шешіп алыпты. Балалардың айтқан соңғы сөзі: қинасаң бұқада туады. Жақсы, сонымен қай команда?
Үшінші. Үшінші бар ма? Грузия халқы қатты таңғалуда. Нұр Отан партиясы ояқта да жеңіп кетті. Алда сайлау, балдар саясатты бастап кетті. Қай команда? Тарас. Финал. Ал енді қымбатты қазақ алқасы, қазір жеңімпаздың реткі санын көрсетеміз. Қай команда жеңімпаз? Бұл жол жеңілген емес, жеңімпазды көрсетеміз. Сонымен финал, өнер қырандары 3 әзір. Сайранның үш қоңырға көшкен білмейтін шымкенттік бір қыз Сайранға келіп, өлі автобустар қайда кеткен деп айтады дейді ол. Екінші. Метро қашан бітеді? Метро қашан бітеді? Метрода неге жүрмейміз? Метро қашан жүреміз? Метрода неге жүрмейміз? Метрода қашан жүреміз? Метроға мінгіміз келеді, метроға мінгіміз келеді дейтін кісілер болса, Москваға барыңыздаршы. Соңғысы елбасының тілегі. Құрметті қазақстандықтар, барша қазақстандықтар, аңлайын інім есен жасап жатқан КВН құтты болсын. Қазақстанды алға тарта беріңіздер. Шымғала. Counter-Strike ойынындағы меншін картасының орнына Қызылорда картасын қойыпты. Террористер тығылатын жер таппай жүр екен. Екінші. Халықаралық жаңалықтар. Кеше ауылда бір апамыз банк жауып жатып, Америкадағы 12 банкін жауыз беріп. Соңғы кеше Алматы қаласының 2 баласы Шаңырақ мөлтек ауданына барып, соның салдарынан полицияға түсті. Медиктер керегесі керілген, шаңырағы шайқалған деген диагноз қойып берді. Жеңімпаз қай команда? Енді ұпай сандарына кезек берсек. Жаржар 02, Еркетай 04, Көңілді жігіттер 06, өнер қырандары 08 және Шымқала 1 ұпай. Келесі сайысымыз дыбыстау, яғни орыс тілінде озвучка. Қазір ортаға келесі сайыс үшін алғашқы команданы шақырамыз. Тараздан келген Көңілді жігіттер КВН командасы. Өнер продакшн. Қазақтың салты бойынша табақ тарту. Міне, мынау жүрек құдырет келіншек саған. Рахмет. Ал өкпе бауыр, бас құда, өкпелемей жүріңіз сізге. Жеңеше пакет алыңыз. Ал мынау құлақ, өсектен құр қалмаңыз құдағи сізге. Рахмет. Ал енді ең сыйлы қонағымызға мидың ішіндегі төс Сырымбет күйеу бола саған. Мидың ішінде төс болмайды ғой? Онда төстің ішіндегі ми. Неге мен жеуім керек? Енді сенен басқа жерде ми жоқ, күйеу бола жоқ, айтыңдар жігіттер. Жоқ. Ей, түкірме! Адам мезегіз олмайыр. Енді сені дөнер кебап деп ойладың ба не? Мәсіған.
ұстаңдар. Тоқтатыңдар. Ертең Алматыға барғанда міндетті түрде Көктөбеге барамыз. Өйткені ол жерден Алматы алақандағыдай көрінеді. Қалай? Алақандағыдай. Мә, ертең Алматыға барсаң, Чемпийдің қыздарын апарып бер. Кімсіңдер? Қазақстан деген елу мемлекетке кіргіміз келеді. Қазақстан елу мемлекеттің қатарына кіру үшін сендерге асықпау керек. Қазақстан деген үлкен мемлекет, дәстүрін сақтау керек. Сондықтан взятка деген нәрсе болу керек. Мінекей, балығымыз бар. Атыраудікі ма? Жоқ, Балқаштікі. Икрасы бар ма? Икрасын Атырауықтар алып қойды. Жарайды онда, кіре беріңдер. Жүріңдер, әй! Қазақстан деген елу мемлекетке кіреміз. Мыналар кімдер? Бұлар елу мемлекеттің қатарына кіре алмай кеткендер. Біз не істейміз? Біздің уақыт жоқ. Қазақстанның санын көбейту керек. Жүр, кішкентай Абылай хан. Бәрекелді. Өздерінің дыбыстау сайысымен ортада Шымқала. Шымқала бүкіл әлем жалады. Сен білесің бе, кризистен өту үшін сен арнайы 5 сабақты өту керексің, түсіндің бе? О, қарындасымен бірмен танысып бола ма? Қыздармен танысу ол 5-ші сабақ, мақұл, танысып көрші. О, қарындас, өз жерде тұра береміз бе? Сәл шепке барып, бұлай енді махаббат, біршқа, тақабат дегенде енді тәтәбаратқа барып, қалай өзі бұлай? Сен білесің мен тақтан келген XXX мен Шымкенттемін. Зема? Мен Шымкенттемін. Атын сұрасай! Сұрау керек па? Осылай ма? Айналайын, чемкенский вариантпен. Атың кіме? Жазира! Алтын тіс! Меніге! Мен мына кризистен шаршадым. Мен жылы жаққа ұшып кетуім керек. Жоқ, мүмкін емес. Сен қайтып жасың, сен ұшамайсың ғой. Амантай қажы! Жоқ, мен Амантай қажы едім. Шу қаласына барғаннан кейін Амантай ұшқышпын, пилотпын, летчикпін. Сенесің ба, анамна бомбулятор чекті таяғын алдырып кеттім. Ой, мен мына шектім ба? Ой, мен дегенеш таяқ қоймай бомбулятор. Дәл осы уақытта КВН-де. Сонымен бүгінгі әуендік тапсырмада ұтқан Шымкент, Шымқала. Шымкент? Шымкент? Сонымен Шымкенттің дәстүрі бойынша ұтылған команда ұтқан команданы хан тағында алып кетеді. Көтер, Мадияр, көтер. Тараздың жігіттер, өнер қыландарына көмектесіңдерші. Ануар, ұста, Ануар, құлайсың қазір. Құлайсың. Есаға, бүгінгі ойын керемет болды. Базар жоқ. Төмә, Астанадағы қыстағы маусым ашар. Бұдан да керемет болады. Бұл кезде міне мынандай қар жауады. Сіздермен болған Шымқала КВН командасы. Рахмет! Аскөтіш! Ортада Қарағандан келген қонақтарымыз Жар КВН командасы. 20 ғасыр фокус ұсынады деп өтірік алдамай қояйық. Біз бұны компьютермен істей сағанбыз. 4 жюри. Мені қашан жюриге отырғызады? Отырады, қай қаласа бар ғой. Исаға өзі кеп шақырасы шығар сені бар ғой. Жюриде отырған түк қиындығы жоқ, іш көріп отыра бересің. Жоқ, жігіттер іш көтеруге болмайды. Бүкіл командалар бірден алып келген, қараңдаршы, көздері қалай жайнап тұр бәрінің. Тура жыртатын сияқты. Қой, плагиаттарын пихать деп жатыр ғой. Жоқ, қалай ол? Сен қарасайшы, қаптап, халық қалай келген. Оларға дедім, ойбой, анаң қара сізге Есенелі екен қарап отыр ғой. Привет, Есен, красавчик. Ой-ой-ой. Қарындас, менің атым Есенелі екен болады. Саламатсыз, мен жюриге шақырайын деп едіңіз? Қайдан бір қойдыңыз? Отырып бересіз ба? Жюриға кеп? Қанша қою керек негізі? Білмеймін, өзіңіз білесіз, отырып алып үш көтере берсеңіз болады. 5 қою бола ма? Болады. Сізге не керек? Алдыңызға может чай қойып берейік па? Может қымыз қойып берейік? Болмаса коробкамен басқа бір шоколад. Тасай болады. Ойбай,
Айнабұлақта аш киім сындырып кетті, соткамды алып кетті, не істеймін? Рате, сізге активтан бір стартовый пакет. Ой, құлыным, рахмет саған жаным сол. Тура бір рахат болды. Өткен жол Билаймен қораға кіріп кеттім бар ғой, тура бір рахат болды, рахмет қылдым. Ой, не рахат активтің, не рахат? Ей, қалай не рахат? Екінші минут. Жар КВН командасы, не? Пара беру келдіңдер ма? Алмаймыз пара. Қалдыбек, аласы я, беріп тұру алып тұр. Алмаймыз деймін, алмаймыз, сосын айтам, алмаймыз. Мен өзім ойлаймын, Еркетайға беру керек. Өйткені олар бәрі маған ұқсайды. Жоқ, болмайды деймін, болмайды. Мен шым қаладан алып қоймын, болмайды. Қалдыбек Жанисанбай мырза, егер де сіз мына фотоларды әйеліңіз көрмей қойсын десеңіз, бізбен міндетті түрде келісімшартқа отырасаңыз. Ондай болатын болса, Европлюс арнасында Қалдыбек Жайсанбай сіздермен бірге бүгін біздің қонақта Жар КВН командасы. Қалай дедім, дұрыс айттым ба? Жар. Саламатсыздар ма? Біз негізі жартысымыз ғана келдік, біраз келмей қалды. Осы азақ қана келдік, міне осылай. Жар КВН командасы, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет! Құдай қаласы! Рахмет! Рахмет, осымен үшінші сайысымыздың аяғына келіп жеттік. Сонымен дыбыстау сайысы армандауға болмай ма? Жоғары бал 4 ұпай. Шымғала. Төрт, 1. Жоғары бал 1 ұпай. 4 ұпай, 1. Еркетай Ақтөбе. 4, 3, 4. Жар Қарағанды. 4, 2, 3. Өнер қырандар Алматы. Барлығы 4 ұпай. Және көңілді жігіттер Тарас. 4, 3, 2, 4. Рахмет. Олай болса әуенді үй тапсырмасын бастаймыз. Отада бірінші болып өздерінің үй тапсырмаларымен Еркетай КВН командасы. Горячие пирожки, пиво, сигареты, кола, минералка, фанта, карты, игровые. Айтпақшы, проводник ағай, бұл қай вагон? Ары қарай дымда жоқ па? Жалпы біз жақсы келе жатырмыз. Орнымыз бар, жайлы. Бірақ ана Тараздың жігіттерінен шамалы обал болды. Біз финалға өткен тамбурда тұрып келе жатыр. Болды, сендердікі дұрыс емес. Ол білерді айтпаса. Айнал. Сендердікі дұрыс емес. Болды, қыздар. Вот, кім қыз, кім келіншек, соны айыра алмай жатырмыз. Қалайсыңдар? Қыз? Келіншек? Сонда мен қайда барам? Жалпы менің қайда баратыным? Жігіттер сіздердің қолдарыңызда. Біз жартылай финалда айтқанбыз. Егер финалға шығатын болсақ, күйеуге шығамыз деп. Біз уәдемізде тұрдық. Ал сіздер болса... Арқа сүйер төлегенің жоқ, қыз жібек, сен анда не істеп жүрсің? Құдайға шүкір, арқа сүйер төлегенім болмаса да, ақ бозатым ешкімнен кем емес. Мақта қыз, сен істеп жүрсің келіншектердің ортасында. Егер сенде ақ бозат бар болса, менің мысығым ешкімнен кем емес. Келіншектер, бәрі жақсы ма? Я! Позицияны бермей отсыңдар ма? Жоқ! Олай болса мен Шрегімнің қасына барып тұрайын. Қыздардың тұғын түсірмей. Ана-мына болса... Финалға өттік деп. Чемпион боламыз деп не қаттақ болып тұрсыңдар? Қаттық? Қаттық емес, қаттақ дедім. Қаттақ десем, қатық деп. Қатық? Жат жай! Айналайын, Золушка, жартылай финалға келгенде бір туфлиің жоқ еді. Финалға өтіп екіншісінен де айырылып қапсың ғой, ха?
мұндай кризис кезінде тек қана туфлиден айырылған ештеңе емес. Айтпақшы, кризис кезінде Америкада барак болып жатыр екен. Обама! Көп болдау қара нанды жемегелі, көп болдау қара терге түспегелі, көп болдау қара нәсіл ел билеп, көп болдау қара президент көрмегелі. Ай, қарағым-ай, жаутаңдап артыңа қарадың ай. О, Белоснежка, богиня! Ту, қыздар, әлі табыспағансыңдар ма? Жоқ. Бұл сендердің соңғы күндерің, соңғы мүмкіндіктерің. Чемпион болуға ма? Жоқ. V-Club 1000 SMS, 100 MMS. 30 қараша, соңғы күн. Не деп кеттің ей? Актив спонсор айту керек, айту керек. Қыздар, бүйтіп ұрыспайық. Қазақта жақсы мақал бар. Бөлінгенді бөрі жейді, біріккендер чемпион. Байтал шауып бәйге алмас. Құдайға шүкір, ақ боз атым ешкімнен кем емес. Қыздар, әр қайсыңның сөздеріңнің жаны бар. Барлығы өз ретімен, дегенмен, түбі бір еркекке бағынатынымызды ұмытпайық. Бағынғанымыз өз алдына бізге бүгін баға беретінде еркектер. Бағалайтын да еркектер. Еркек еркекке жақсы баға қойса, жақсы атақ емес. Ал егер әдемі қыздарға әдемі ұпай берсеңіздер, сіздерді ешкім сөкпейді. Бәргелді енді өздерінің әуендей тапсырмасымен ордада жар-жар қарағанды. Құрметті хандар мен мырзалар, тамашалаңыздар. Ауылдағы 90-ға келген қарт шал өлім аузында соңғы сапарға кетіп баратыр. Әке, ұлдарым, жаныма жақындандаршы, мен сіздерге тапсыратын бір аманатым бар еді. Жақындап тұрмыз, әке. Мен бүгін сіздерге барлық шындықты айтам. Айтшы, әке. Ұлым Бергеш. Әке. Мен саған бір шындық айтайын дегем. Қандай? Сен мен балам емессің. Сонда кімнің баласының? Сен мамаң баласысың. Әке, не дейсің бұл тағда? Екінші балам. Не болды, әке? Өліп барам. Не болды, әке? Әке, өлме. Әке. Айтпақшы. Өлмеймін, екінші балам. Әке, не болды? Ойбай, сен екінші емессің. Неге, әке, мен екіншімін деп класстастарыма, дос-жарандарыма бәрін айттым ғой, екінші баламын деп. Айғалама. Сен түгіл маған сенің әкең үйтіп айғаламайды. Ойдам? Мен кеттім. Әке, өлмеңіз, әке. Тағы бір айтатыным бар. Тағы бір айтарым, не ғой? Баяғыда менің бір қазан алтыным болған. Мен соны осы үйдің бір жеріне тыққам. Қайда, әке, қайда? Алтын. Кризистан құтылатын болды ғой. Бір бұлай. Осы үйдің маңайына қазір айтам қай жерге екенін. Мен оны қайда тықтым, Ойбай, ломбардқа кетіп қалған. Балалар, сендермен түсінетін шығарсыңдар, кризис заманы. Әке, кризистан қалай құтылады, әке? Кризистан мен білем қалай құтылатынын. Өзімен кетсін. Айтпақшы, інім ренжімеш бара тұршы, қазір бөлем атынша біраздан кейін. Сендер Алматыға барады деп естідім. Рас, әке, оның рас. Алматыға қалай айтпақшысыңдар. Ой, не қоямыз дейсің ба? Түкті жоқ, әке. Не ақыл айтасың? Кезінде мен КВН ойнаған білесіңдер ғой? КВН? Ақбеш гитарамды. Мен кезінде КВН ойнағам. Сонда бір жолдас жігітім бар тын, арысташ біраз. Соған ол активтің бастықтың өкілі. Соған бүйтіп айтыңдар. Мен тек қана активті ғана пайдаланам. Активтан басқа маған керек емес. Актив тек қана жақсы. Ол бәрі ойбай анау мынау деп айта бересіңдер да.
енді айтқанда не керек бетіп енді актив деп отыра бересіңдер ғой. Жақсы ма? Сөйтіп тұрасыңдар да ойбой, мен осы шабыт келген кезде бір ән шығаратыным бар еді. Сөйтіп активқа арнап мынандай бір ән шығардым, қабыл алыңыздар дегім келеді. Опа! Ей, Корей, Казабек, ей! Жібер, әке, жібер басты! Бәріміз бірге? Неомен таныстым, паспортпен қоштастым, мың SMS-тен айналдым, активпен таныстым. Зал жаққа қараймын, сен өтсің бақытжан, мың бірлік берем деп ең, біз тұрмыз елеңдеумен. Мен мына өзімнің ойымды өзгертпеймін. Демек, актив жасасын, актив жарқын жақта өмір сүр. Ақбет гитараны. Тағы не істейсіңдер, жігіттер? Менде тағы бір идея бар сендерге. Қандай? Мынандай. Тамашалаңыздар, Тимур Бекмамбетов тағы да бір киносына кастинг жасауда. Келесі. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Киноға кастинг осы жерде болып отыр ма? Иә, осы жерде болып отыр. Қатыспай ақ өте берейін. Қайда өтіп барасыз? Менде тәжірибе деген жетеді. Қалай мен киноға түскем. Қандай кино өтсіз? Рекетир. Сен кімсің? Қыдырәлі. Ей, сен рекетирда бір ауыз сөз айтқан жоқсың. Бүйтіп шай ішіп отырдың ғой. Зато қалай іштім мен? Қалай іштің? Қалай іштім, ешкім байқаған жоқ, білесіңдер ма? Қалай сол? Сөйлеген жоқсың дейді. Негізі мен сөздерім болған кесенің бер жағында шпаргалкада. Айтып үлгерген жоқпын. Шақ саусақпен іштім ғой, шақ саусақпен. Біле білсең, мен о киноның негізі басты рөлдерінде мен, білесің ма? Қалай сен басты рөлдерін? Мені қара. Руслан өліп қалды ма? Өліп қалды. Саян өліп қалды ма? Өліп қалды. Аманың болса түрмеде кетті, дұрыс па? Аман аға мен ғана ғой? Саламатсыз. Сәлеметсіз. Атыңыз кім болады? Атым Кәрі болады. Қазір сіз менің артымнан қайталаңыз. О, Абылай, сен не білдірдің? Қазір мен артымнан қайталаңыз. О, Абылай, сен не білдірдің? Қатты жуан даусымен. О, Абылай, сен не білдірдің? Қатты жуан дауыспен. О, Абылай, сен не білдірдің? Қатты жуан даусымен. Еркекше айтайшы, еркекше. Еркекше айтам. О, Абылай, Сен не білдірдің? Осылай ма? Бері шығыңдар, мен өлмейтін болдым. Әкелерің болып, мен өлмейтін болдым. Жақсы ма? Ондай болатын болса, соңғы сөз, мына жерге кендірмен бүйтіп бір айналып кеп қазір соңғы сөз айтам. Мына оқиғаны негізі әртүрлі бітіруге болатын еді. Ана жерде мен өле салуыма да болушы еді, өлмей қоюға да болушы еді. Демек бізде екі жол бар, біреу ақ, біреу қара. Біз мына жолда жартысымыз диплом тастадық, жартысынан көп диплом алмай қалды. Біздің Қарағандының бір ақыны айтпақшы, ақ пен қара өмірімнің жолағы, мына біздер бұл өмірдің қонағы. Кубок деген бес ағарып кей кезде, диплом деген алты әріптен жоғалы. Рахмет, сіздермен болған Жар КВН командасы. Арманым менің сені ардағым менің сені. Кезекте өздерінің әуенді тапсырмасымен ортада Шымқала. Әлемдегі алпауыт елдерінің президенттері мен белгілі саясаткерлер кризистен шаршағандықтары соншалық ұялы телефондарын өшіріп, шіркін Шаляпина Правда қиылысындағы Гавай аралында демалып жүр. Сонымен бүгінгі демалыста Дмитрий Медведев, Джордж Буш, Кондолиза Райс,
O'zbekistonning prezidenti Islom aka Karimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sonma qarshi olingizlar. Nursulton Abishuli Nazarboyev. Mirzalar, bugungi kechning bas demevchisi Barak Obama qayda? Yo, чувак! Bilan man chiburakman. Voy, chuvakman. Chiki. Qich. Chiki. Qich. Hello, Barack Obama. Президент көрін құтты болсын. Лично өзінің атынан сыйлық кризис или вискс. Брат, өзің түсін болсын. Обама мырза, орын құтты болсын. Біздің қазақтарда сыйлы қонақтарға не той, не қой береді. Биыл бізде кризис болайын деп жатыр, сондықтан да қой. Қой да келді. Естіп атырық, белый домда пат цвет кожи қып, черный дом покрас қылайын деп атыр екенсіз. Сізге Өзбекстаннан отборный Сочный 36-да стройка, мархамат. Сіздің приказыңыз бойынша бригадирі Қапқарашқа, мархамат. Один момент. Путиннің атына. Құрметті мырзалар, берген подаркілеріңіз, сыйлықтарыңыздың барлығы маған өте қатты ұнады. Мен қуанып тұрмын, бір өлең айтқым келіп тұр, мырзалар. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, oynaymiz quvamiz gülemiz, her qaşanda Almatıga. Bésame, kelsen ko'ngilsiz bo'lma, hech qachonda. Bésame, suavemente, bésame. Егерден нечаянно, случайно ақштың президенті Ислам Каримов болса не болады екен? Ау, нima? Ислам ағай, Ислам мырза, мынау Дмитрий мырза айтады, егер ақштың президенті Обама емес, сіз болсаңыз қалай болады деп отыр. Егер де мен президент болсам, I'm президент, listen. Мен статуя сауадының орнындағы факел бар емес па? Соның орныға бір леген плов қояман. Вечный бу білән Макдональдс, Самса Дональдс болады. Кейін 50 центтің өзі 50 сом, о 50 пүл болады. Ей. Асыл ғой, асыл. Мырзалар, оны қайтеміз. Одан да бір 8-ші классымызды еске алып, қаратсып ойнамаймыз ба? Қазақстан ресей мәңгі достықта, мұнда жетпей жатыр мына Джордж Бушқа. ақш президенті болды Обама, Каримов қалаға келді опана. Ну-ка, давай-ка, плясать прекрати.
Құтташа қыз! Ай, мен бүгін Джордж Буштың көзіне шөп емес томартығам ғой, томар. Мырзалар, сәл ентігімізді басып, мемлекетіміздегі жағдайларды айтып кетпейміз ба? Қазір барлығымыздың мемлекеттерімізде кризис деген індет пайда болды. Каримов мырза, кризис сіздің еліңізге келмеген ба не? Ой, нема у? Бір рет Бриталияны костюм шиялбар киіп алған интеллигентный кризис. Бүйтіп Өзбекстанға келді да, Өзбекстанның есігін ашты да, опоздал деп есік жауып кетіп қалды. Чуваки, ей, жігіттер, менің бір тығылмаша ойнағым кеп тұр менің. Тығылмаша ойнайықшы. Не санайшы? Сана. Апам шешпек пісірді, санна көрсем 12, 1, 2, 3, 4, 12. Хоп, майлы. Болды, болмағаны қалды, Иракқа тығылыс жоқ, Израильге тығылыс жоқ, Ливанға тем более. Сіздер не, тығылмайсыздар ма не? Сен не, біз көріп тұрсың ба не? Өле мен біреумен сөйлесіп тұрмын ба не? Бағана ғана мен мынарда біреуді көрдімше, еркекше. Ой, Буштың артына тығылатын жер қалмаған екен, енді Обаманың артына тығылып атсыңдар ма? Ей, шықсаңдар, қашан тығыла бересіңдер, болды. Топ-топ. Ой, кешіресіз. Ақ құдайға жақ, сұғандала сүздала. Мырзалар, бүгінгі осындай керемет кештен естелік. Ресми емес, еркін суретке түсейікші. Көрсетші. Квитанциясын бере сал, мегацентрде распечатка қыламын. Мырзалар, қандай керемет кеш? Не деген бақытты кеш? Бүгінгі бақытты кеште қаншама проблемаларды ұмыттық, солай ма? Шындығына келгенде, жігіттер, сіздер үшін бақыт деген не? Мен үшін бақыт деген қалада 120-мен келе жатып, қызыл светофордан өтіп, сені гаишник тоқтатқанда, асықпай машинаңнан документтеріңді алып, гаишникке жақындап, басыңды көтергенде, гаишниктің өзіңнің кластас екенін көру. Міне, мен үшін бақыт деген осы. Ал мен үшін бақыт, үйіңе кешігіп келген кезде, әйелің есікті ашып, саған неғып жүрсің, айлығың қайда? Деп сұрамай, сені жай ғана құшақтап, құлағыңа, жан, мен сені сүйемін дегені мен үшін үлкен бақыт. Ал мен үшін бақыт деген жігіттер, сапардан үйге шаршап келген кезде, алдыңнан ата-анаң күтіп алып, сені құшағына басып, балам, біз сені мақтан тұтамыз деген сәтте, мен өзімнің өмірдегі ең бақытты жан екенімді сезінемін. Ал біз үшін бақыт, осы сахнада тұрып, құрметті көрермендер, сіздердің жүректеріңізге кішкентай болса да қуаныш, шаттық сыйлау. Қазір араларыңызда біріңіз болмаса да біріңіздің денелеріңіз тітіркенді. Міне, осы біздің сіздерге берген қуанышымыз. Ал шымғала жастар үшін нағыз бақыт. Ол 3 жыл бойы осы сахнада ойнап, 3-ші жылы ақыры олардың еңбектері бағаланып, Қазақстанның чемпион атағын алса дейміз. Ер кезегі де үшеу емес пе? Есаға, сіз бізге бақыт тілейсіз ба? Бақыт болды. Рахмет! Сіздерге бақыт, шаттық және қуаныш тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келеді жаңа жыл, кең байлық еліме, күткені бізді бақытты шын ғана. Жаңа жыл, жаңа нұр, тілеймін еліме, сіздермен мәңгі болады шын қала. Бәрекелді. Өздерінің әуенді тапсырмаларымен ортада көңілді жігіттер КВН командасы Тарас. Барлықтарыңыз білесіздер, біз түр қой алып шығайын деп тұрған жоқпыз. Бізде қой да жоқ, жаңағыдай бишілер де жоқ.
Әділқазы алқасынан бастан өткен барлықтарыңыз пионер болдыңыздар. Біз сіздерге пионерлерді ұсынамыз. Пионерлер әндет. Туған жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз, өркедеп, жарымыз келер күндер туған ел, отаным болғаным бір жаңа ел, жолымыз тұрғаным құтыя бер, өзіңді жырлаймыз туған ел. Тоқтаңыз. Бағана қой бүлдіріп кетті мына жерде. Сіздер өте жақсы айтасыздар. 40 жылдан кейін Пусика Долс деген группа боласыздар. Оны басқаратын әрине сен, Николь. Рахмет. Құрметті пионерлер, толықсыңдар ма? Толықпыз. Көрініп тұр толық екенің. Білем. Оңғарайба. Тұр. Сенің формаң қане? Апай, анау встречаға жігітімен бірге баратқан ғой. Сол кезде бір кішкентай қыздаршы. Ана мысықты алып беріңізші деді маған. Содан сол мысықты алып талға мініп барадым. Көйлегім жыртылып қалды. Көйлек емес, тал жыртылып қалған шығар. Құрметті пионерлер, қуанышқа орай сіздердің көптеген мұғалімдеріңіз кешегі вечерден кейін бастары ауырып келе алмай қалды. Аралында ішпеген тек қана мен. Өйткені ол вечерге мен ешкім шақырған жоқ. Единицалар болмаған шығар. Актив! Бүгінгі ойынның бас демеушісі. Бірінші А пионерлері. Бірінші сабағымыз тарих пәні. Апай, бірінші сыныпта тарих пәні жоқ қой? Саған Бақытжан 5-ші етасың, секіресің ба? Үйінде свет жоған мен кінәлім ба? Қоңырау сендерге емес, мен үшін соғылады. Басын қалдырып кетпейсің бе үйде? Не деп кетті ме? Бұл сөздерге біраздан кейін айтам, алдын ала айтып қойын дегенім ғой. Сен тұр. Саған сұрақ. Юлий Цезарь дегеніміз кім? Көмектеспейміз. Мына жерде жапырақ бар. Саған көмек. Рим империясын басқарған адам. Ағай, ол Рим империясын басқарған адам ғой. Міне, оқитын бала. Бірақ мұғалімнің ардан қайталау жаман әдет. Отыр 2. Сен тұр. Александр Македонский дегеніміз кім? Саған оңай сұрақ. Колобок дегеніміз не? Тұр. Александр Македонский дегеніміз кім? Жауап. Александр Македонский дегеніміз Ф. Македонскийдің баласы. Анжелина Жоли олардың шешесі. Сонымен математика сабағы өте тез сөйлейтін апай. Саламатсыздар ма, құрметті балалар? Саламатсыздар ма? Бүгін өтетін тақырыбымыз косинус альфа мен тангенс альфаның қосындысы. Косинус альфа мен тангенс альфаны қосқан кезде синус альфа шығады. Синус альфаға бір алманы қоссақ 2 алма болады. 2 алма қосып қоссақ 5 алма болады. Анда 3 бұрыш шығады. 3 бұрышқа 1 бұрыш қоссақ 4 бұрыш болады. 4 бұрышқа алма бермеймін депті. Сосын анау ара жей берді. Мамасы сол кезде макарон пісіріп жатқанда қанша болса макарон піседі. Түсіндіңдер ма? Қай жерде түсінген жоқсыңдар? Анау саламатсыз ба балдар деген жерден қайталап жіберіңізші. Тарих пәнін ары қарай жалғастырамыз. Геракл дегеніміз кім? Танаш. Геракл дегеніміз емес ол. Ол оң қарай басақ дөз здоровый жігіт. Дәу талалатал, лақ дері жібереді. Жазып қойыңдар. Дәл осы кезде пионерлерде төбелестен сабағы. Салам алейкум, пионерлер. Алейкум салам. Пионерлер, мына тұрыстарыне біз блатной емеспіз бе? Оң иықты алға, сол иықты алға, демаламыз. Пионерлер, бүгінгі тақырыбымыз щеголды көрдік. Щегол. Жақты көтереміз. Щегол. Щегол екенсің ғой? Дәл осы кезде дышы, дене шынықтыру сабағы. Үй тапсырмасы 20 рет турникке тартылу. Апай, неге 20 рет тартыламыз? Ана сабақта ғана 2 рет тартылып ек қой. Біз басқа сыныптан кешігіп жатырмыз. Тақырыбынан азайбыз. Олар 20 рет тартылып жатыр. Ана сынып 45 рет тартылып жатыр. Кейбір сыныптар 100 метрге жүгіріп жатыр. Сендер бір әлі жүрсіңдер 1 метрде. Сен шық шошандамай. Тартыл. Үй тапсырмасын. Апай, қайталап алсам бола ма? Қалай қайталап алайыншы? Сендерге айттым ғой, 2 ара бір турник сатып алыңдар деп.
Ештеңе білмеймін, мәнерлеп тарту. Көмектеспейміз, өзі біледі. Жақсы айттың, бірақ мәнерім жоқ екен, тұр орнына. Ары қарай кім мәнерлеп жалғастырады? Мен мәнерлеп жасайшы, ағай. Сен түрің бойынша емес, сен шықшы. Жалғастыр мәнерлеп. Қарамаймыз сумкаға. Анау не? Айттым ғой сендерге шпаргалка қолданбаймыз деп, барыңдар. Әрине дене шынықтыру сабағы мұғаліммен, еңбек пән мұғалімнен де беремін. Оң қолымызға тырман аламыз, сол қолымызға күректі аламыз, әрине істейміз, жүгіреміз. Саламатсыз ба? Қарындас, есіңіз кім болады? Понимаете по-казахски, да? С Новым годом, как дела? Как вас зовут? Жанна. Жанна? Қазақтарда сөз бар ғой, жыламаған балаға емшек жұғай. Мені қойшы, мыналарға не дейсіз? Біздің айтайын дегеніміз ол емес. Атақты квеншіктер ағаларымыз айтып кеткен ғой. Ойнамаған балаға кубок жоқ деп. Бірақ кубокты бүгін мықты команда алсын. Сүйікті қала, келеміз тағы да, ертеңде осында, бізді ұмытпа, әдемі қыздар, бізге қосылыңдар, шапалақ аяма, арнайы тараздан, көңілді жігіттер. Қымбат достар, хабарлама. Қазақстан кинодағы бүгінгі сайыстың бас демеушісі актив ұялы байланыстан үлкен алғысын білдіреді. Сонымен қатар қазақша КВН ойындарының республика бойынша демеушісі Жерлес агрокорпорациясына да үлкен алғысын білдіреді. Ақпаратты демеуші Хит ТВ телеарнасы, ақпаратты серіктес Япырай журналы. Сонымен қатар тағы бір айта кететін жағдай, биылғы чемпионат аяқталғаннан кейін келер жылғы чемпионат басталады. Ол үшін әрине іріктеу сайыстары өтеді. Сол іріктеу сайыстары ол әрине Астана қаласында өтетін Маусымашар 2009 КВН фестивалі. Бұл фестиваль ақпан айының басында өткізу жоспарланып отыр. Қатысамын деуші командаларға қазквн.kz сайтына кіріп, осы жөнінде толық мағлұмат алуларына болады деп хабарлап өтеміз. Сонымен өздерінің әуен үй тапсырмасымен ортада өнер қырандары Алматы. Бүкіл әлемді су басты. Алла тағалам әділді жандарға кеме сыйлады. Ол кеме бүкіл әлемді шарлап келіп, Шашкина Темирязева Казгу қалашығында кеме қалған. Ол киелі болмаса, неге қалған? Бір, екі, үш! Жер! Парус сүріңдер! Якорь! Жаным, Роз! Роз, жаным! Ди Каприо! Кел! Көзің жым, жаным! Ди Каприо! Жаным, көзің жым! Саным, қолыңды екі жаққа жайшы. Үш жаққа жай жіберейін ба? Жаным! Итеріп жіберейін ба? Ей, басын істемей ма? Теңіз! Жаным! Айсберг келіп жатыр! Ей! Ей! Бара не қойдам! Бара не қойдам! Ди Каприо! Роуз, Ау! Ди Каприо, осындасыңдар ма? Иә.
Братан, өтіп кетейінші. Өтіп кетейінші. Ди Каприо. Ди Каприо дейді. Ау дейді. Жаным. Қолың нағып қап-қара. Қап-қара? Сен кімсің? Не. Ди Каприо бері келші. Анан қара, әдемі екі дельфин. Біз дельфинбіз. Анар, наоборот жүзіп баратыр, наоборот. Біз наоборот жүзіп баратыр. Біз дельфин емес. Енді кімсіңдер? Біз бұғымыз. Ди Каприо! Бұл жақта жатыр. Гектор! Не, Гектор жоқ, Гектор барахолкеге кетіп қалған. Қайда, не. Джульетта! Еркін? Джульетта! Ромео! Жаным, мен келдім саған. Мен сағындың ба? Сағындым. Балконға шықшы. Шығам. Өліп қалдың ба жаным? Чао, Бомбео! Қожа! Өлген адам сөйлемейді. Демек дертпеген жігіт емес, тұр орныңнан. Колхозда Әлбек Дініштің концерті болып жатыр. Кеттік сонда барайық. О, мынау кімнің үйі? Сенің үйі. Жасай берсін есаға. Атың кім? Дәулет. Дәулет деген патсандар алдамайды. Фамилияң Елукен болды ғой. Иә. Үйде кубок бар ма? Сізде ақша бар ма? Мә саған, бұрынғы заманский российский 10 тиын. Аға, бұған активке кейсел келе ма? Сен бұған активкен кейсел тұрмақ, Алма ТВ қосып аласың да, сөйт папаң екеуің 4 КВН өткізіп бересіңдер. Аға, маған Алма ТВ қажет жоқ. Папа екеуміз 8 КВН өткізсек па деген ек. 32 КВН-ге ақша берем. Кубок үйде бар ма? Иә. Сізде тағы ақша бар ма? Мелчі бар ма, қожа? Мә. Кубокты берсең, төбеңнен теңгені жаңбырдай жаудырам. Ал, Дәулет. Аға, пиво ішесіздер ме? Жеңіл желпі 100 грамм болса болады. Ал, Дәулет, біз кеттік. Қожа, отыр артыма. Маған емес, атқа отыр деймін. Ал, сау бол, папаңа сәлем айт. Жігіттер, активке единицаларың бар ма? Жоқ, бізде домашний телефон. Сұлтан! Атмайстырдың ғой. Біріне сұраса менде бар еді ғой. Сен оның кім екенін білесің ба? Кім? Ол Пахан Зони тақиялы матрица. Ассалаумалейкум, матеке. Ассалаумалейкум. Атты қорлап жүрдіңдер ғой. Қожа, ат ұстада екеуің демала беріңдер. Доспехи. Бір түрлі болып тұрған жоқ. Жоқ.
қайсысы? Сіз Пахан Зоны тақай алды матрицасыз ғой? Иә. Мен ана матрицадағы келіншекпін ғой. Үйлендіңіз ба? Жоқ. Қорықпаңыз, кризис өткеннен кейін үйленесіз. Қазаққа кризис әсер етпейді. Жарайды онда. Онда бастайық. Бастайық. Sür болды. Sür деймін. Sür. Сәлеметсіздер ме? Кір. Кір деймін. Қайда? Кір. Жігіттер, уақыт тайып қалды. Біз қазақ КВН-ді бүкіл әлемге таныту керекпіз. Кеттік, жігіттер! Жігіттер, қыздар, кеме сапарға аттанады. Жолаушылар, Ақтөбе қаласы, Тараз қаласы, Қарағанды қаласы, Шымкент қаласы. Ойыншылар бүгінгі ойында кімде-кім кубок алса, барлығымызда қуаныштымыз. Өйткені біздің ұранымыз кемедегінің жаны бір. Сапарға аттанайық, кеттік. Жиналдық біз бүгін, бәріміз финалда.
Рахмет, осымен сайысымыз өз аяғына жетті. Енді отаға барлық команданы шақырамыз. Жар-жар Қарағанды, Еркетай Ақтөбе, Көңілді жігіттер Тараз, Шымқала Шымкент және өнер қырандары Алматы. Алдымен бүгінгі сайыс туралы қазір алқасының пікірін тыңдап өтейік. Қазбек Қасым. Әрине КВН ұнаған шығар барлықтарыңызға да. Көңілдеріңізден шықты ма? Олай болса дәл осы негізгі ақтық мәреде өздерінің өнерлерін көрсеткен барша командаларға қол соғып қойсаңыздар. Өйткені бұлардың еңбектерін бүгін біз көрдік. Шын жүректен, әрине, маған қатты жеке ұнаған, енді бұл жерде өнер қырандарын атай етміз келіп отыр. Әрине, қолдаушылар да көп, дайындықтары да өте керемет, оны біз байқадық. Тағы бір ұнаған команда, әрине, бұл Шымкент, Шымқала. Өнерлерін істей берсін. Әрине, басқаларға тек қана алға. Бақытжан Мұхаммедияұлы. Кеш жарық, құрметті әзір қауым. Бүгінгі ақтық мәреге маусым бойы дайындалып, осындай ақтық мәреге шығуының өзі осы командалар үшін үлкен жеңіс деп есептеймін. Командалар арасында жақсы өнермен көзге түскен қыздарды, ақтөбелік қыздарды атап өткім келеді. Рахмет қыздар. Кенже Жұманұлы. Жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар дегенде мына ақтық сайыста негізі ең үздік командалар іріктеп алынған екен. Кейде қайсысы мынау мықтырақ деп айтуға келгенде таңдау жасай алмағанымыздары, сондықтан бүгінгі мынау ақтық сайысқа шыққандарыңыз өзі жеңіс, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Қалдия Жайсаңбай. Барлық команданың өздерінің бір көрсетерлік өнерлері бар екені белгілі. Өнер қырандары керемет. Бір кинотеатрда отырғандай болдық. Ақтөбенің қыздары өте жақсы, әдеттегідей. Ал Шымқала олар өздерінің әрине чемпион болуға талпынып жатқанын біліп тұрмыз. Ол қазіргі соңғы балдардан белгілі болады деп ойлаймын. Ал қымбатты достар, ешқандай дағдарысқа қарамай осындай КВН-ді әлде де тамашалап жүре берейік. Және Жаңғараев. Кеш жарық, керемет финал, керемет деңгей, мықты командалар. Менің айтайын деген мынау жар-жар, Еркетайлар, Тараз, бұл финалға жетудің өзі өте жоғарғы көрсеткіш. Өкініштісі мына цифрлар бүгін сендердің тағдырларын шешеді. Маған бүгін өте ұнаған команда ол Шымқала. Өнер қырандары. Өкініштісі біз бүгін барлығыңыз куәсіздер. Үй тапсырмасы емес, бұл жерде әуенді үй тапсырмасы деп жазылған. Иә. Өкінішке орай әуен болған жоқ өнер. Жақсы. Мен айтайын деген, бүгінгі чемпионды мынау есептер емес, мынау балдар емес, екі командаға берсек деген ой. Шымқала өнер. Ол сіздің ойыңыз, сонда да біз ұпай сандарына кезек берсек. Сонымен Шымқала, жоғары бал 7 ұпай. 7, 6, 6, 7. Еркетай Ақтөбе. 6, 6, 5, 5, 6. Жар-жар Қарағанды. 5, 5, 4, 5 және 5. Өнер қырандары. Көңіл жеттер Тараз. 6, 6, 6, 5, 7.
Былай қылайық, енді былай қылайық. Қазір бүгінгі сайыстың бас демеушісі актив ұялы байланысынан әр командаға бір сыйлық. Командаларға тарта берулеріңіз рұқсат. Бүгін жаңа тағы бір ерекше сайыс болғаннан кейін, мынау актив туралы әзілдің көп болған өздеріңіз байқадыңыздар. Себебі бүгінгі сайыстың бірден бір ерекшелігі актив ұялы байланыс туралы әр команда бір әзілден өнер көрсету керек еді. Сіздің ойыңызша, әрине Бақытжан, сіз шешесіз. Бүгінгі сайыста қай команданың әзілі сізге ұнады? Қазақстандағы ұялы байланыс нарығында ең бірінші пайда болған GSM Қазақстан компаниясы бүгін актив сауда белгісімен бүгінгі ойынға бас демеуші болып, менің ойымша, жеке пікірім, сіздердің келіспеулеріңіз мүмкін, бірақ меніңше Қарағандыдан келген Жаржар командасының әзілдері өте орынды болып есептеймін. Сонымен актив туралы сайыста, яғни әзіл бойынша Қарағанды, Жаржар. Ал енді бәрін айтты, нәтиже болу керек, сондықтан да ұпай сандарына кезек берсек. Жалпы ұпай саны бойынша 12,6 Жаржар КВН командасы. $14,4 көңілді жігіттер Тарас. 14,6 ұпаймен үшінші орында Еркетай. Бұлай айтайын, қымбат достар. Сіздер жақсы білесіздер, жылдың басында Алматы қаласында арнайы жоба бар. Чемпиондар лигасы деген. Бір чемпионымыз ол анықталды, яғни үлкен кубокқа ойнайтын, ол жарайсыңдар жігіттер, орындана тұрып қойсаңыздар, Астана қаласы. Ал қалған осы екі команда ойнайтын, биылғы енді арнайы жобаға, яғни келер жылғы жобаға мен екі бірдей команданы ұсынбақшымын, себебі ол екі команда осы атаққа лайық. Бұл Шымқала мен өнер қырандары. $16,5 екінші орында Шымқала. Биылғы жылғы чемпион өнер қырандары. Баршаңызға рахмет, қымбатты достар, келесі қазақша